Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендер қазақ тіліндегі табиғаттың таңғажайып құбылыстарына байланысты зат есімнің септелуін үйренетін боласыңдар. Сабағымыздың мақсаты зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын, олардың жалғауларын білу. Табиғаттағы өзгерістердің барлығы табиғат құбылыстары деп аталады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы жел деп аталады. Жер бетінен ауа жоғары көтеріліп, салқындап, шоғырланып, бұлтқа айналады. Бұлтты құрайтын ұсақ тамшылар бірігіп, жерге жаңбыр болып жауады. Қыста биіктегі су тамшылары қатып, мұз түйіршігін түзеді. Олар жабысып, қарға айналады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы кезінде су тамшылары бір-біріне үйкеліп, электрленеді. Оң және теріс зарядтар бір бұлт пен екінші бұлттың арасына, бұлт пен жердің арасына таралады. Жер бетінде электр ағыны пайда болады. Ол бізге найзағай түрінде көрінеді. Балалар, оқулықтағы 27-ші жаттығуда берілген мәтінді қараңдар. Мәтіндегі сұрақтардың орнына ақбөкен сөзін қойып, мәтінді көшіріп жазыңдар. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Қазір қыздарым жеке-жеке түсіндіріп береді. Біріншісі атау септігі. Ол заттардың атауын білдіреді. Кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Ешқандай жалғау жалғанбайды. Екіншісі ілік септігі. Ол кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Заттың меншікті екенін анықтайды. Үшіншісі барыс септігі. Кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Төртіншісі табыс септігі. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Бесіншісі жатыс септігі. Кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Алтыншысы шығыс септігі. Кімнен, неден деген сұрақтарға жауап береді. Жетіншісі көмектес септігі. Кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, септік жалғаулары сұрағына қарай жалғанады. Алдымен сөзге дұрыс сұрақ қоямыз, содан кейін тиісті жалғауды таңдаймыз. Балалар, 29-шы жаттығуды орындаңдар. Адам және табиғат сөздерін септеп жазыңдар. Жазуларыңды мұқият, таза орындаңдар. Апай, 30-шы жаттығудың бірінші қатарындағы сөздердің ішінде бақаға деген сөз артық. Себебі таутекенің, көбелектің, қаздың деген сөздер ілік септігінде тұр, ал бақаға барыс септігінде. Ал екінші қатардағы сөздердің ішінде өрмекшімен сөзі артық. Себебі кемпірқосақты, жусанды, түлкіні деген сөздер табыс септігінде тұр, ал өрмекшімен сөзі көмектес септігінде.